Жалғыз ұлдың келіншегі әңгімесі авторы Мағира Қожахметова. Нұрхан деген жігіт болған. 17 жасына толмай Ұлы Отан соғысына аттанды. Кейін отанның қиыр шығыс шекарасында қызмет етті. Демалысында ауылға келіп, әкесі оны Ғайни деген қызбен қосып жіберді. Нұрхан 25 жыл әскери қызметте, кейін милицияда жұмыс істеген. Көптеген адамдар одан қорыққан. Нұрхан барлығын әскерде сияқты нақты және тура жазған. Бірақ ол зейнетке шыққасын, оның мінезі өзгерген. Нұрхан мен Ғайнинің екі баласы болған, Мұрат және Саят. Мұрат 25-те болғанда, ал Саят 13-те болғанда, Мұрат автомобиль апатында қайтыс болды. Мұрат қайтыс болса да, Ғайни Мұрат, Саят келіңдер деп шақыруға дағдаланған. Мұрат Баян атты қызға үйленді. Мұраттың өлімінен 7 жыл өткеннен кейін Баян ұл тапты. Нұрхан Саятқа осы баланы Сәкен деп атандаршы деп алдын ала айтқан. Саят окей деді, бірақ өзінің әйеліне сол туралы айтпады. Баян Нұрханның идеясы туралы мүлдем білмей, баланың аты әкесіне ұқсас болсын деп, Баян ұлын Самат деп атауды ұсынды. Саят әке-шешесімен келіспей, яғни сол туралы айтпай, Го деп баласын Самат деп атаған. Саят пен Баян жаңа туған нәрестесімен, яғни Саматпен бірге Нұрханға келді. Нұрхан немересінің туу туралы куәлігін сұрады. Ашып қараса, Сәкен емес, какой-то Самат деп тұр. Нұрхан жынданып, көздеріме көрінбеңдер, баланды әкеліңдер деп бөлмеден кетті. Ғайни да Саяттың әкесінің тілегін орындамаған ұнатпады, бірақ ол осындай драма жасамады. Баян баласының куәлігін алып, атын Сәкен деп өзгерту үшін арнайы орынға барды, бірақ оған бұл мүмкін емес деп режект берді. Баян үйіне оралып қараса, Нұрхан Саматты құшақтап иіскеп отыр. Баян соны көріп, Баянның тұла бойы жеңілдеді. Енді шығарманың басты идеясын талдайық. Мен ойымша, негізінен жазушылар өз шығармаларын белгілі бір идеяға келтіріп жазбайды. Сол себепті әдетте әрбір адам шығармада өз басты идеясын таба алады. Біріншіден, видеоны паузаға қойып, шығарманың басты идеясы неде деп ойлауға уақыт берейін, ал кейін мен өз ойымды айтамын. Мен ойымша, шығарманың басты идеясы: өмірге сен пландарына, тілектеріне бәрібір. Нұрхан өз мінезін көрсеткен, бірақ немере деген немере, соңына қарай Нұрхан немересінің атына қарамай оны сүйген. Осымен видеоны бітіремін. Шығарма авторы Мағира Қожахметова рахмет. Сендерге де осы видеоны қарағандарына рахмет. Сау болыңдар.